Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ардақты мұсылман қауымы, қалайсыздар, амансыздар ма? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? YouTube желісі пайдаланушылар, біз көрсететін келесі бір жұмысымыз көлік жай қақпасы, яғни гаражные вороты. Соны бастап жатырмын. Шаруаларым бұл әдеттегіден өзгешелігі профлистпен істеледі, яғни үйдің үстіне төселетін қаңылтыр шипырлар бар ғой, сондаймен қаптайтын боламыз. Әзірше өзіміздің кез келген адам ақыл насихатындай жұмыс жасалды, яғни ерекше бір айтатын жері жоқ. Топсас дәнекерленді, ішкі рамкілер дәнекерленіп тұр. Көбіне иншаллах ересек адамдар қарайтын шығар, енді былайықтар қарағанда жұмыс түсінікті деп ойлаймын. Келесі істелетін шаруа 20-ға 20 профильді трубаны осы рамканың іш жағына, яғни мұндай тұстарына, іш жақтарына дәнекерлеп шығамыз. Сол битпе-бит болып тұрады. Негізгі рамкамен 20-20 труба битпе-бит болып дәнекерленеді, айналып. Профлист, жаңа қаңылтыр шипыр, соның іш жағынан келіп 20-20-ға отырып шұрыпталады. Сол үшін ішкі беті профлист осы ішкі бетімен бірдей болып тұрады деген ой, иншаллах. Тәжірибеде бірінші рет. Бірақ иншаллах ақылға салсақ ешқандай қиындықтар кездеспейді деп ойлаймыз. Мына жерде арка болады, домалақ, домалақша. Үстіне пикалар дәнекерленеді. Жұмыстардың барлығын түсіруге әрекет етеміз. Аллах береке берсін. Достар, қалайсыздар? Амансыздар ма? Бізде қақпамыздың шаруаларын болып жатырмыз. Байқап қарап алыңыздар. Ілгіштері қойылған. Ұстағыштары бар. Астының ілгіштері бар. Листер батыр. Негізгі жүйесі қарасаңыздар. Ішкі рамканың ішінде жатыр да, ол мұндай жүйемен жасалған. Негізгі рамкаға ішіне 20-ға 20 профиль трубаны дәнекерлеп, профилісіміз соң ішіне кіріп жататындай дәрежеде ұйымдастырылып жасалған. Осындай қақпа өз қолдарыңызбен құрастырсаңыздар болады. Қазір әбден шүріпті болғасын жауып, бетін көрсетуге әрекет етеміз. Так, ардақты ағайындар, міне қақпамыздың осындай түрі пайда болды. Мынаны золотенкімен бояймыз деп ашып едік, онымен сары болып шықты, Аллахтың қалауымен. Негізі мынандай құтыда бір золотенкі сатылатын еді. Оқымап пысат етпей салды едік, сары болды. Золотенкі болғанда әдемі болар еді, иншаллах. Бұл да жаман емес. Сондай қақпаны өз қолдарыңызбен құрастырсаңыздар болады. Енді бұйырса құру жұмыстарын жасаймыз. 8 мм лист, мына өлігімен 4 профиль, 2-6 болса 2 сантиметр шығып тұр, яғни осы воротаны ары қарай өтіп кетпей ұстап тұрушы ретінде дәнекерледік. Қалған шаруалары бір типті басқа қақпалармен салыстырғанда Аллах береке берсін. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ардақты мұсылман қауымы.